Достар, қыс мезгілінде және жаңа жыл қарсаңында таптырмас салаттардың бірі болып табылатын және басым көпшілігіміз жасайтын бачоба салатын әзірлейтін боламыз. Ол үшін суға піскен қызылшамызды өткіштен өткізіп шұңқыр ыдысқа орналастырып аламыз. Одан соң жұмыртқамызды да өткіштен өткізіп алып, арасына тұз себе отырып, қызылшадан кейін орналастыратын боламыз. Шұңқыр ыдысқа салуымыздың себебі бұл жайпақ ыдысқа ең соңында аударған кезде әдемі форма беретін болады. Әрі қарай осы жұмыртқамызды енді қызылшаның бетіне орналастырамыз. Одан кейін жұмыртқадан кейін сәбізімізді өткіштен өткізіп аламыз. Арасына майонездің тұзын сеуіп қоямыз. Одан соң селедканы қылтанақтардан, артық сүйектерден тазалап алып, осылай майдалап, түрпіштелеп турап аласыздар. Достар, каналыма тіркелуді, лайк басып, өз пікірлеріңізді қолдап кетулеріңізді сұраймын. Енді осы майдалап туралған балығымызды ыдысымызға салып, майонезімізді сеуіп жағып шығамыз. Әрі қарай өткіштен картопымызды өткізіп алып, тұз сеуіп, бұны да жайғастырып аламыз. Майонезін себеміз және осыны әдемілеп жағып шығамыз. Тура осы күйінде жайпақ ыдысқа осылай төңкерсеңіздер, дәл осындай әдемі формада түсетін болады. Жасап көріңіздер, пікір қалдырыңыздар.